Саламатсыздар достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін бизнес бастауға өтінім тастау басталды. Ол үшін біз осы бизнес еңбек кз порталына ЭЦП кілтімізбен кіреміз. ЭЦП кілтімізбен кіріп, немесе жеке өзіміздің логин паролімізбен кіреміз. Бұның ішінен мой кабинет деген бөлікке өтеміз. Мой кабинеттен грант деген бөліктен проверка статуса дегенге өтеміз. Бұл жерде согласен на сбор и обработку персональных данных дегенді таңдаймыз. Проверить. Осы проверкадан біз өзіміздің ЭЦП кілтімізбен кіріп өтетін боламыз. Так. Мен РСА кілтін таңдап кіретін боламыз. Өте оңай. Қиындығы жоқ, кішкене уақыт алады. Өйткені мінекей 2261 дейді. Осы обновлениеден сіздер өтулеріңіз керек. Осы тексерістен өтіп болғаннан кейін барып, сіздер бизнес планды жүктейсіздер. Мінекей біз проверкадан өттік. Міне результат проверки статусы деп көрсетіліп тұр. Осы жерден біз өзіміздің заявкамызды тастаймыз. Мына жерде бизнес планыңыз загрузить етіңіз деп тұр. Біз бизнес планды алдын ала загрузить етіп қойғанбыз. Сол себептен заявка тастай береміз. Осылай подать заявку. Бұл жерде барлық мәліметтерді толтыратын боламыз. Қандай бизнес түрі сізде, соны ашып таңдайсыз. Бұл кісіде наубайхана ашу. Өзіңізге ыңғайлы мына жерде қазақ және орыс тіліне ауыстырып ала берсеңіз болады. Наубайхана ашу. Мына жерге гранттың болжамды жобаның суммасы. Наубайхана бизнесінің қай түріне жатады, соны таңдаймыз. Еңбек құралдарын сатып аласыз ба, технологиялық жабдық па, көшет па, тұқым ба, үй-жайды жалға алу дейді. Құрал саймандар, бұталар, құс, жануарлар дейді. Бұл жерде құрал сайманды таңдаймыз. Мына жерге егер сіз жұмыс орындарын құру бойынша 0 деп таңдай алмайсыз. Себебі кем дегенде бір адамды сіз жұмысқа аламын деп қабылдайтын боласыз. Осы жерде ұсынылған мәліметтердің дұрыстығына жауап беремін. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарына банктік құпияны қамтитын мәліметтерге рұқсат беруге келісім беремін дегенге галочка ұрып өтінімді жіберетін боламыз. Өзіміздің ЭЦП кілтімізбен қол қойып жібереміз. Мінекей, окей. Батырмасын басамыз. Мінекей, наубайхана ашу бойынша біздің өтініміміз кетті. Сәттілік. Сіздерге осындай өтінім беру қажет болса, маған жүгінсеңіздер болады.